Сәлем баршаңызға. Үй жағдайында күлше нан және батон жасаймыз. Ең алдымен суымыз бен сүтімізді жылытып, үстінен қант, тұз, май, ашытқы салып, жақсылап араластырамыз. Кейін үстінен біртіндеп ұн салып, жұмсақ қылып нан илейміз. Дайын қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге орап қоямыз. 1-1,5 сағатта қамырымыз көтеріліп, дайын болады. Қамырымызды екіге бөлеміз, бір бөлігін тағы екіге бөліп, күлше нанымызды жасаймыз. Ортасын шанышқымен тесіп шығыңыз. Екінші қамырыңыздан батон тәріздес форма жасап, үстін пышақпен тіліп шығыңыз. Бетіне кунжут немесе мак сеуіп, жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Нанымыз дайын. Егер сізге батон керек емес болса, күлшені көбірек жасасаңыз болады. Ас болсын.